2019 жылдың 27 тамыз күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде мектепке жол атты республикалық қайырымдылық шарасы өтті. Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен 2010 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан бұл акция соңғы 2 жылда Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің де дәстүрлі шараларының біріне айналды. Шараны университет ректоры профессор Такер Оспанұлы Балықбаев ашты. Жаңа оқу жылымен құттықтаймын. Бұл оқу жылы өзі жаңа келіп жатқан оқу жылы әр уақытта ерекше балалар күтеді. Сол себепті республикамызда көптеген жылдардан бері осы мектепке жол атты үлкен шара іске асырылып жатыр. Биылғы жылдың бір ерекшелігі бар. Ол биылғы жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов бұл шараны тек қана осы шілде, тамыз айында ғана емес, бүкіл жыл бойы өткізу қажет деп. Сол себепті біз бұның ауқымында бірнеше шаралар өткіземіз. Оның бірі бүгінгі міне өздеріңізбен кездесіп отырғанымыз. Мына жерде мен көріп отырмын, балалардың бәрі 5-ші, 7-ші, 9-ші, 10-ші сыныптың балалары екен. Өте жақсы. 17-ші мектеп-интернат оқушылар ғой? Қай жерде ол мектеп-интернат? Видео ауданы Достық 206-та. Көктөбе жақсы. Қанша болады сіздерде тұрады? Оқиды? 424 бала. 424 бала, да? Соның ішіндегі әлі біз 10 балаға міне өзіміздің университеттің атынан арнайы көмек көрсетіп жатырмыз. Одан кейін алдағы уақытта бұл мәселені жалғастырамыз. Қазір ұстаздарымыздың бәрі шыққаннан кейін енді біздің министріміз жыл бойы жаса деп отыр. Сондықтан біз жыл бойы осы мектеп-интернатындағы балаларға көмек көрсетуге тырысамыз. Сондықтан келе жатқан оқу жылдарының балалар құтты болсын, жаңа үлкен табысқа жете беріңдер. Енді көріп отырмын, барлықтарың үлкен азамат болуға дайынсыңдар. Енді 5-ші, 4-ші, 5-ші сынып, 4-ші сынып бастауыш. 5-ші сынып деген сөз енді бастауыш мектептен жоғары көтерілген үлкен азаматсыңдар. Сондықтан барлықтарыңа жоғары класстар бар екен 9-ші, 10-ші. Барлықтарына табыс тілеймін, бақытты болыңдар. Сол біздің сыйлығымызды қабыл алыңдар. Айтулы акцияда университет тарапынан номер 17-ші мектеп-интернатының 5-ші, 7-ші, 9-ші және 10-ші сыныбында оқитын 10 оқушыға арнайы көмек көрсетіліп, мектеп формалары, кітаптар, құрал-жабдықтар және тағы басқа сыйлықтар табыс етілді. Мектепке жол атты республикалық қайырымдылық акциясы барысында университет студенттері өз өнерлерін көрсетіп, шара қонақтарына жақсы көңіл күй сыйлады. Кеш соңында номер 17-ші мектеп-интернатының ұстаздары және ата-аналар атынан алғыстар білдіріліп, ізгі тілектер айтылды.